хабардың алтын дәуірі тарих болып қалды. Онда неліктен? Мысалы, Жайна Сыламбектің сюжетінде үкімет басшының орынбасары Жабағин Асхат деген жылды Жабағин Асхатты быт-шыт сынады. Оп-оңай эфирде. Қазір тәуелсіз Қазақстанда бірінші оқиға болды ғой сондай. Ал сен қазір қара вице-премьерді қай канал сынап атқаннан қара, ютубта біреу отырып сен айтқан бір блогер сынауы мүмкін, бірақ әлгі мемлекетке бөлді ақша ақпарат құралы сынайды. Міне осындай сынға еркіндік болды. Тілге байланысты болды ғой. Ассалаумағалейкум әлеумет. Бұл Қазақ үні платформасының YouTube жобасы. Бұл YouTube арнамыз жұмысын енді ғана бастап жатыр, енді ғана жандануға кірісті. Сондықтан өздеріңіздің қолдау күтеміз. Ол үшін бар болғаны осы сұхбатқа лайк бассаңыздар, және осы бүгін әңгіме болған тақырыптарға байланысты пікірлеріңізді жазсаңыздар, және осы арнаға жазылсаңыздар жеткілікті. Біз оған осы әрекеттеріңіз үшін бек разы боламыз. Ал бүгін біздің қонағымыз жазушы, журналист, публицист, өзіміздің Қайнар Олжай ағамыз. Бұл кісінің Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер деген атағы бар. Жалпы Қайнар Олжай деген атпен бренд секілді есімен бүкіл қазақ оқырмандар жақсы біледі деп ойлаймын, көрерменінде, тыңдарманында. Қош келдіңіз аға. Рахмет Зейнжан. Ал құлағы сені айта бер. Өзіңіз жалпы соңғы кездері мынау өзіңізді қалың жұрт әлеуметтік желі арқылы кеңінен танып жатыр. Олай ететін жөні бар. Facebook желісінде өзіңіздің ресми парақшаңыздан бөлек, жеке парақшаңыздан бөлек Қайнар Олжайдың сабақтары деген топ аштыңыз. Ол топ жаңағы тіл тазалығына мән береді, сол бойынша жұмыс жасайды. Өзіңіз басты көзі отырсыз, және басқа да көмекшілеріңіз бар. Ол топ бүгін ғана кіріп көрдім. Аз ғана уақыттың ішінде 6000-ға жуықтапты мүшелері. Бұл деген қоғам тарапынан да осы тіл тазалығына сұраныстың бар екендігін көрсетсе керек. Жалпы бұл ой қайдан туды? Не себеп болды осындай? Тіл тазалығына күреске кірісу. Себеп болғаны Қазақстан арнасында басқарма төрағасының шығармашылық жөніндегі орынбасары болып жүрдім. Күнде жаңалықтарда журналистер тарапынан дұрыс айтылмаған, мағынасы дұрыс емес сөздерді, кейде тұрақ тіркестердің дұрыс қолданылмауын, кейде сөйлемдердің дұрыс құрылмауын бақылап қарап жүрдім. Өйткені себебі жаңалық мен продакшн программаларды басқардым. Жаңалықтарда жауап беретін басшысы басқа азамат еді, бірақ мен жаңағы басқарма төрағасының орынбасары болғандықтан оларды үйретейін деген міндет санадым да, күн сайын таңертең соларға барып, бауырлар, іні қарындастар, мына сөзді былай жазған дұрыс болады деді, мына сөйлемді былай құрған дұрыс болар еді деп, жеке-жеке қателерін көрсетіп тұрдым, олар қолдады, үйренді. Содан күндердің күнде біздің Қазақстан жағдайында білесің ғой, Қазақстан дегенде арнаны корпорацияны айтып, басқа бір басшы келді. Басқа бір басшы келді, басқаша болды да, жаңағы ол басшы менің жаңалықтардағы жаңағы күнде таңертең өткізетін 5 минуттық жаңағы тіл түзейтін жұмысымды тоқтатып қойды. Жарайды дедім, мен өзіме жүктелген басқа міндеттерді атқара бердім. Бірақ әлгі журналистерім Қайнар аға бізге келмей кеттіңіз ғой дейді. Мен айттым, менің жұмыс тәртібімді өзгертті, мен сендерге барып ақыл айтатын осындай нәрсемді тоқтау түсті деп едім. Онда біз өзіміз әлеуметтік желі топ ашайық. Бізді онда аудиторияға кірмей-ақ қойыңыз, аудиториямыз қойын, жаңағы 4-ші қабаттағы журналистердің үлкен бөлмесіне кірмей-ақ қойыңыз. Сіз бізді сырттай оқытып, әлеуметтік желіде топ құрайық деді. Мұның екі ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігі, жаңағы бұл 17 журналист құрған топ, қазір сенің айтқандай 6000-ға дейін жетті. Мен мысалы сені топқа кір дегем жоқ. Жақсы білетін курсасым Шархан Қазығұл немесе Мейрамбек Төлепберген топқа кір дегем жоқ. Ана 6000 адам өз еркімен кірді. Бұл өз ерекшелігі, мен бір адам сөйлеп әкелгем жоқ. Оның ішінде журналист те бар, журналист еместер де бар, әлеуметтік желіден көргеннің бәрі сол топқа ерікті түрде қосылып, қазір сонда ептеп менің ақыл кеңесімді, тіпті басқалардың ақыл кеңесімді дейді. Бұл бір ерекшелігі. Екінші ерекшелігі, бұл топтың әкімшісі мен емеспін.
менің өз жазғаныммен бірден сала алмаймын. Топтың әкімшісі Айгерім Ағылтаева деген журналист қыз, сол қыз құрған, қазір ол қыз Америкада оқиды. Мысалы мен жазам, Айгерім тексеріп барып топқа салады. Мысалы Қайнар Узайдың сабақтары дейді, демократияның тетігі сондай, мен өз еркіммен анаған ештеңе сала алмаймын. Айгерімге ұнамаса салынбай қалады. Топ менің атымда, бұл демократияның өте жақсы. Өйткені мен жеке басым пайдаланып, тобым бар екен пайдаланып, біреуге жала жабуы мүмкін, біреуге қарсы айдап салуы мүмкін. Ондай теттердің ешқайсы болмайды. Өйткені басқа жақта басқа қыз жаңағын тексеріп отырады. Аты менікі, жаңағы еті менікі, сүйегі сенікі дегендей, жаңағы сүйегі Айгерімде. Бұл екінші жағдай. Үшінші жағдай, мысалы біреу сәл білген бірдеңесін ақылы заман сататын болды. Сен ана коуч дегеннің барын білесің ғой, кішкентай. Мына 6000 адамға мен сабақты тегін берем, біреуінен 6 тиын алғам жоқ. Оның үстіне мемлекеттен де бюджет ештеңеге, мен мынаны саудалап министрлікке барым болар, мен мынандай топ ашып жатырмын, қолдаңдар, маған ақша беріңдер деп. Жоқ, не министрлікке барғам жоқ, ешқайда неткем жоқ, ешқандай тендерге қатысқам жоқ. Бұл өзі сол демократиялық түрдегі тегін. Мына Қазақстандағы, осы ғаламтордағы, әлеуметтік желідегі жалғыз топ тегін ештеңе, ешкімнен ештеңе не жарнама қойғызбаймын, ешқандай жарнама жоқ. Не болмаса жарнамалық ештеңе өтпейді, өйткені себебі Айгерім бақылап отырады, ал ешқайдан бізге ақша түспейді. Керек жоқ. Тілдің мәселесін көтеретін, соның таралуына жағдай жасайтын тиісті мекемелер бар емес пе, ұйымдар бар. Бұлар не ғой, ең үлкен нәрсе мынада. Ақша алып үйреткен басқа, ақша алмай үйреткен басқа. Мысалы, әр адамның бойындағы таланты, ол халықтың таланты. Демек, Қажымқанның күші бүкіл халықтың байлығы. Қадыр Мырзалиевтің ақындығы Қадыр Мырзалиевтің таланты емес, Мырзалиевтің әулетінің таланты емес, ол бүкіл халықтың таланты. Қадыр соны түсініп барлығын бойына беріп кетті. Әр адам не біледі, соны үйретіп кету керек. Мұны бұлдайсың ба, оны бұлдамайсың ба, ол сенің азаматтық еркіңе байланысты. Жақсы аға, рахмет. Енді өзіңіз әу баста газет саласында көп қызмет еттіңіз. Одан кейін мынау телевидение алдыңғы орынға шыққан 2000 жылдар дейміз, 90 жылдардың соңында телевидение саласына келдіңіз, мұнда да өнімді еңбек еттіңіз. Енді қазір мынау цифрлық жаңағы жаңа медиаға. Мен сұрағым келіп отырғаны, бұрын өзіңіз жұмыс істеген, әсіресе көп еңбек еткен мына кеңес заманында, тіпті мына күні кешеге дейін, бертінге дейін, мынау әкім қаралар болсын, бай шонжарлар болсын, журналистердің аяғын тартып тайсалатын, аяғын тартатын. Қазір олай емес, қазір блогерлерден қорқатын болды. Бірақ осының арасалмағын қалай бағалайсыз? Ол арасалмағы ештеңе, оларда әңгіме психологияда ғана бар болған. Мысалы, ол кезде блогер деген болған жоқ, ол кездегі бүкіл ақпарат құралдары газет болды. Сондықтан газеттен қорқатын рас газеттер беделді болды. Мысалы, Ара журналынан шыққанның барлығы Ара шаққан жерлер деп қызметтен алынатын. Сол кездегі біздің партиялық газетке социалист Қазақстанға Нұрил Мұсаевтың кез келген фельетон шықса, екінші, үшінші күні облыста үлкен жиналыс болып, ана жағымсыз кейіпкерлер қызметтен түсіп қалатын, тіпті көп сотталатын. Қазір ақпарат құралдарының салмағы блогерға ауысқан, мен бұларда мынандай. Біріншіден, жаңағы просто ол кезде тек қана газет пен журнал ғана болғандығынан ғана, басқа не болмағандықтан соны тыңдады. Ал қазір бәсеке көбейді. Бәсеке көбейген жерде мына газеттердің рөлдері шын төмендеп кетті. Өйткені себебі бізде жекелеген басылымдар болмаса, көптеген басылымдарға тыйым өте көп. Мысалы, үлкен біздің газеттер облыс әкімдерін сынаудан қорқады. Өйткені себебі республикалық газеттер шыны керек республикалық бюджеттен ақшалады, оларға министрлікке тиісуге болмайды. Ал облыстық газеттер облыстық бюджеттен ақша алғандықтан жаңағы ешкім ақымақ емес, ешкім ойда тұрған бұтақты ешкім шаппайды. Бүгінде газеттің оқылмайтыны, телевидениенің көрмейтіні осы ғой. Ол осыдан, өйткені себебі сынай алмайды, сынамай алмайды себебі ана жақтан ақша алып отыр. Ал енді блогерге келсек, блогерде бұларда ондай жаңағы ешкімнен қорқатын, тайсалатын жоқ. Бұларда блогерге келегі бір нәрсе шындықты айту, аналар айта алмағанды айтып қою. Біз тек қана газет журналдың бағын ғана байлап отырмыз. Әйтпесе, онда да оның кез келген журналист блогер болатын еді. Блогердің көкесі болатын еді. Өйткені блогерлер оқымаған. Сен мынаны қара, блогер ме дегеннің ешқайсында кәдімгі қазақ тілден сауатты жазу жоқ. Кез келген газеттің ең нашар деген журналисі ең болмаса сауатты жазады адамнан. Бірақ
газеттерге мүмкіндіктің шектеліп қалғандығынан жаңағы сынаудың рөлі блогерлерге ауысып кетті. Бұл бір. Екінші жағы былай бар. Журналист бәрібір жаңағы жазды дейік, ол газет анау елге жеткенше жаңағы ең болмаса бір күн өтеді. Тіпті ал блогер сол сәтінде, бұлардағы нәрсе блогердің ұтып тұрғаны жаңағы ақпараттың желі арқылы сол сәтте тарауында, а газет сен ол жаңағы типографияға түсіп, одан баспақанда басып шыққанға дейінгі уақыттан тұтатын. Бұл жағынан да болады. Ал бірақ екінші жағы бар. Блогер талдай алмайды. Блогерді талдау жоқ. Блогердің бар болғаны жаңағы ойбай жаңағы бәленбай саунаның алдында мынандай нөмірлі мәшіне келіп тұр, бұл мәшіне акиматтікі бітті. Блогердің айтатын осы. Арға зерттеу жоқ. Зерттеу жоқ. Әйтпесе мынандай дүкенге бардық, жаңағы жүрді ғой, әлгі бәлен деген жердің иесі әйеліне бәленбай миллионға мынандай нәрсені сатып алды. Сол журналистер ортада аяқтап болайын. Ал газетте мұның бәрін зерттелеп, барлық анық-қанығын жазуға мүмкін бар. Газет осымен ұтатын еді, газет осымен әлде ұтып тұр. Журналистердің арасында да осындай пікірталас болады. Блогерлер жаңағы кейде жаңағы дәлелденбеген негізсіз ақпараттарды да жариялап жібереді. Жаңағы өзіңіз де айтып қалдыңыз, зерттелмеген нәрселер салып жібереді деп. Сол жағынан келген кезде блогерлер сәл ұтылатын сияқты. Ал жалпы уақыт жағынан ұтады, бірақ ашықтықтың негізін қалыптастыруда рөлдері бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Енді қазір соңғы жылдар телевизия саласында біраз жұмыс істедіңіз ғой. Телевизия ғана емес, жалпы қазір журналистикаға не жетпейді? Қазір журналистиканың жай-күйін қалай бағалайсыз? Біріншіден жаңағы шын мәнінде мынау журналистика бар ғой, өлмейді, жазушылық өлмейді, ештеңе өлмейді. Бізде жалпысында қазір күн тәртібімен түсіп қалатын мамандық жоқ, тек олардың құралдары ғана өзгереді. Мысалы, екеуміз хабарласып, енді пейджер деген болды ғой, қайда білсін, пейджер қазір келмеске кетті. Оның алдында бір-бірімізге материалды облыстан факспен беретін келмеске кетті. Тек қана технология өзгерді. Ал өзгермейтін нәрсе сөз. Мысалы, сөз қандай технология болсын, сөз жеткізеді. Мысалы, көмірді сен арбамен жеткіз, пойызбен жеткіз, машинамен жеткіз, тек қана көлем өзгереді. Тіпті жылдам десе ұшақпен жеткіз, бірақ ана көмірдің құрамы өзгермейді. Міне сөзде мәнді осындай сияқты. Біздің журналистерге қазіргі ақпарат құралдарын олар тезмеген келеді. Бүгін пойызбен тасса, ертең самолет, бірінші күн жаңағы ракетамен тасса мүмкін зымыранмен. Бірақ ана таситын нәрсенің мәні, сөздің мәні журналистерде осы жағынан өте деңгей төмен. Біріншіден біз әлгі қазақ тілінің деңгейі төмен деп жылаймыз. Оған сатушы да кінәлі емес, базардың адамы кінәлі емес, жазушы кінәлі емес, әнші кінәлі емес, ең алдымен журналистер кінәлі, содан кейін журналист ретінде эфирге шыққан әнші кінәлі. Міне солар сөзді жұрфақта екі нәрсе оқытылу керек. Алдымен қазақ тілін дұрыстап пайдалану оқытылу керек, содан кейін ақпарат құралын дұрыстап пайдалану ғана. Екі нәрсе әрине тереңдеді. Осы екеуі бізде ақпарат құралдарының әлемдік мысалын да оқытады, бәрін оқытады, бірақ екінші жағындағы сөйлемді қалай құрау, мақаланы қалай жазу оқытылмайды. Мысалы, логика деген бар. Кез келген материал, кез келген жүйе логикамен құралады. Мысалы, сен менімен сұхбатқа келгенде бірінші сұрағым мынау болады да, 10-шы сұрағым мынау болды, бұлай жүйелеп әкелдің ғой. Сол сияқты қазір журналистерде бірінші сөздік қор жоқ, екінші жүйе жоқ. Телевидение болсын, сайтта болсын, бас аяқтары жүйе жоқ материал. Анау жүйелеп басынан бастап аяғына дейін ой жеткізу керек. Сөйтпейді. Бір же анел бір кесіп бірден кейін лақтыра салған сияқты дүниелерді оқисың, амал жоқ. Бірақ өте мәнісі екі нәрсе. Бірінші сөйлем құралмайды, сөз мәдениетін меңгермеген, соны дұрыс оқымаған. Екінші материалды қалай құрастыру, қаңқасын құрастыруды білмейді. Бар болған осы екі қателік. Енді осыдан сұрақ туындайды. Өзіңізде мысалы соңғы жылдары мынау осы журналистерге, жалпы жас журналистер болсын, дәрістер өткізіп жүрсіз. Және ол туралы дәрістің керектігі және жақсы қабылданып жатқандығы жайында пікірлерді оқып жатырмын. Осыны сіз ары қарай дамыту бар ма? Мысалы, жаңа өзіңіз сол кемшіліктерді көріп тұрсыз, қалай түзетудің жолын да біліп тұрсыз, не істеуге болады? Әрине, ең алдымен мен емес, бүкіл журналистика факультеттері мұны жөндеу керек. Мына бізде мынандай үлкен қате бар зейін. Журналистика факультеті республикада біреу-не екеу ғана болу керек. Бірақ адамын сен қабылданатын көбейте бер. Мысалы, бір жылға 500 бала оқысын,
бір курсқа қазір 50 бала 100 бала алады ғой, тіпті 1000 бала алсын, бірақ жерде. Өйткені себебі мынада қазір Түркістанның журналистика факультетін тек Түркістан облысында қызмет істейді. Ақтөбенің филфагының ішінде журфак істейді, Ақтөбе істейді. Мынау журналистер бүйтіп араласпағаннан кейін халық оқшауланып барады. Халықтың ақпарат әлемі, мысалы Семейден шығатын газетті Шымкенттің оқуы қиынға айналып барады. Ана Түркістан қаласында шығатын газетті Павлодардың қазақ оқуы қиынға айналып барады. Өйткені себебі әрбір журналист өзінің аймақтық университетте оқығаннан кейін аймақтың тілімен сөйлейтін болды. Ал біздің кезімізде қалай? Біреуміз мысалы Оралдан бір қыз келіп оқыды, Маңғыстаудан бір жігіт келіп оқыды, Атыраудан үшеу оқыды, тіпті мына Петропавл дейміз, адам жоқ дейміз, одан да келіп оқыды, Семейден 5 келіп оқыдық, Шымкенттен 7 келіп оқыды, Қарағандыдан келді, Ақтөбе Жезқазғаннан келді. Сонда бүкіл 50 адам республиканың сол кездегі 18 облысы болды. Біздің кезімізде Павлодардан түспей қалды, бір қалған облыс 18 облыстан келді, мидай араласты. Кейін оқуға бөлгенде мысалы біреуі біздің бітірген біреуіміз жаңағы өз облыстарын емес жолдамамен жан жаққа кетті. Міне сонда ана ортақ тілді жан жаққа апарып бүкіл мемлекетте газет журналдың тілі ортақ болды. Ал қазір Ақтөбенің аймақтық журналистиканы оқиды, аймақтық газет істейді. Оның кін жаңағы Шығыс Қазақстанның оқырманы біраз сөзін түсінбей қалады. Сондықтан аймақтағы ең біріншісі аймақтағы журналистиканы бәрін жабу керек. Бірақ жерден есесіне көп қылып, есесіне қазір аймақтардың бәріне анау 15 бала, анау 15 бала оқытатын, анау 20 бала оқытатын шығар. Көп болса 300-дей бала шығар. 300-дей бала, қалғанын жаңағы осындағы Казгу мен Евразия университеті 100 баланы оқып жүр. Сонда бар болған 500 бала шығады. 500 баланы бір жерде оқытсаң, ортақ технологияны да біледі, бір-бірін таниды. Сонан кейін жаңағы 500 бала ортақ тілді жеткізеді, ортақ тілмен сөйлейтін болады. Әйтпегенде, мысалы, министрлік тексермес, бірақ жаңағы Ақтөбеде қалай оқып жатқанын ешкім білмейді. Өскеменде қалай оқып жатқанын ешкім білмейді. Қостанайда да журфак бар, қалай оқып жатқанын ешкім білмейді. Міне, демек, ең бірінші түзеу үшін менің оқытқаным, немесе мен сияқты Назгүл Қожабектің оқытқанын дым қатырмайды. Әңгіме мұны үлкен мемлекеттік жүйеге түсіріп, жақсылап тұрып, болашақ журналистерге білім беру керек. Бірақ жерден, жарайды, тіпті алыс болса екі жерден дейік, біреу оңтүстік жақта Алматыда, біреу солтүстік астында бітті. Басқа журфактың бәрін, ана филфактардың маңайында журналистика факультеттерін. Алматының өзінде 5-6 журналистика факультеті бар, білмейсің. Алматы үй деген университет біреу бар, тағы да басқа университеттер бар, Каспийдің ішінде болуы мүмкін. Міне солардың бәрін қою керек. Сапаға да әсер етеді ғой. Сонда сапалы білім алады. Онан кейін деген не? Журналистика деген не? Журналист ең алдымен жаңағы айтқандай бірінші сөздің маманы дедім ғой, екінші логикалық маман, үшіншіден кез келген журналист публицист болумен қатар мынау не? Психолог. Сен мысалы менімен сұхбаттасып отырсың, менің психологиямды зерттеп біліп алғансың. Сол сияқты психологияны оқыту керек. Қазір жаңағы өткенде бір арнаның атын айтпай қояйын, Абат Айымбетпен сұхбат алып тұр. Арнаның айтпай қояйын, сұхбат алып тұр да. Абат Айымбет білесің ғой, Қазақстан жаңа құрамасының шабуылшысы, қазір Түркия ойнауға кетті, анау жауапты ойынның алдында сұхбат алып тұр. Журналист Абаттың не айтатынын тыңдап отырған жоқ. Журналистің міндеті анау 10-15 турандағындай смартфонға жазылған 15 сұрақ бар, соны сұлдырат бірінен кейін бірі қойып шығу ғана. Оның міндетін солай деп түсінеді. Новая ғана дұрыс қой. Сенде новая. Анау 15 сұрақ жазып алғанда, оның міндеті 15 сұрақты оқып беру. Ол өйткені себебі Абат айтып кетті. Мен эфирде тыңдап отырмын ғой. Абат айтып кеткен нәрсе шайдан кейін бүйтіп қайтадан сол сұрақ болып келеді. Абат оны алдында айтып тастаған. Міне, өйткені себебі психологияны оқымаған, адамның психологиясын білмейді. Сол мәселені білу керек қой. Оны ол дайындалып бару, ол бөлек әңгіме, дайындалып бару, не айтылатын дайындалып. Міне осындай журналистер қазір ақпарат құралдарында отыр. Бұлар халықты жынды қылып, не қылабылдан басқа бұлардың міндеті жоқ. Енді журналистер туралы әңгіме қозғалып кетті ғой. Мынанды сұраң беріп отыр. Жалпы енді өзіңіз айтқан дүниелер журналистикадағы, бүгінгі қазақ журналистикасындағы кемшіліктер. Жақсы, бірақ енді мына мәселені мен сұрағым келіп отыр. Бізде журналистерді көбіне жаңағыдай қоғам тарапынан әлеуметтік желіде де оқып қалғам көп сынап жатады. Журналистер кейбір өткір мәселелерді көтермейді. Халықтың жағына шықпайды қайбір мәселелерде деген сияқты пікірлер айтылады. Сонымен осы туралы көп ойланамын өзімде. Неге олай? Сіздің де пікіріңіз білгім келеді. Және мен өзім көзқарасымды айта кеткім келіп отыр. Көзқарасымды айтып. Бұл жерде
қазір енді анау заң жобасы да қаралып жатыр ғой, жаңағы журналисттің мәртебесі туралы. Оның бәрі дұрыс, оны да керек шығар, оны да дұрыс керек. Бірақ ең басты мәселе меніңше, ең басты керек нәрсе ол журналистерді қорғау мәселесі. Себебі шындықты жазудан қашатын, жазбайым дейтін журналист жоқ. Жазғысы келеді, бірақ ертеңін алаңдайды. Себебі ана өмірге келгеннен кейін 5 күн жалғанда адам сияқты өмір сүріп өткісі келеді. Оның өміріне әрбір инсан қауіптенбеу керек. Қауіптенбеу керек. Ол заңды да. Әрбір пенде солай ойлайды. Осы мәселеге қатысты көзқарасыңыз қандай? Мысалы, мен жалпы мына мемлекеттік органдар айтып отқан жоқпын. Мысалы, өңірлерде дейік, мысалы, бір айтайық. Бір жерде бір әділетсіздік болып жатыр. Ол жерде жаңағы белден басып жатқан бір бай шонжыр. Жаңағы ақшасы да көп, дәулетті бол. Соны журналист көтеретін болса, ертеңіне ол журналисттің денсаулығына нұқсан келуі мүмкін. Өте дұрыс айттың. Алдымен жаңағы заң жобасына қатысты айтып берейін. Қазір бұрынғы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң еді аты. Қазір мына бізде еліктегіштім сондай, оның аты масс-медиа туралы заң жобасы болды. Қазір жоба басында мен талқылауға қатыстым. Мен мысалы бірнеше жерін айттым, біреуін ғана айтайын, басқасын. Ана бүкіл заң жобасын алып қойған, Бәленбаев аттан тұрады, Бәленбаев бұрын қаламақы деген жоқ. Мен айтам, журналистің еңбегі қаламақы, онан кейін телевидениеде ұзақ сөйлеген, мысалы Талас Омарбектер сөйлегенде біз жаңағы аз-маз қаламақы береді. Өйткені себебі Бәленбаев зерттегенін айтты ғой. Ал енді қаламақы жоқ десем, сол кездегі министрдің орынбасары, қазір енді өзгерген болу керек, білмеймін. Ол айтады, біз қалай қаламақы қоймыз, өйткені себебі мемлекеттікіне қойып бюджеттен бөлуге болады. Ал жекеменшік ақпарат құралдары қаламақы төлемейді, оны қалай береді дейміз, сондан қаламақы деген болмайды. Мен айтам, қаламақы төлемей сондай ақпарат құралын жауыпса керек. Демек сен тіркелетін болсаң, ұстапты жарғыңмен бірге ұстапты, сен қорың болу керек, қорда қаламақы төленетін болу керек. Қаламақы демек, жаңа масс-медиа туралы заңда қаламақы туралы айттым, бап болу керек те, қаламақы бүкіл жазған журналистің еңбегіне, және авторлардың еңбегіне қаламақы төлену керек деп ойлаймын. Егер қаламақы төлемесе, ондай ақпарат құралдарының лицензиясы алыну керек болды. Сөйтіп айттым, ол кіреме мен білмеймін. Екінші енді қорғалу. Бұл өте қиын. Біздің қоғам журналистерді қорғауды қойды. Бұл өзі ертерек басталды. Бұл 2000 жылдың басынан басталды. Бізде 2000 жылға дейін ақпарат құралдарына ешкім тиіспеді. 2000 жылдың басында бізде оппозициялық ақпарат құралдары пайда болды. Олар керек еді. Мына қоғамды тазалауға, мысалы, киіктерді қасқыр қуады дейік. Киіктер тек қана жүгіре алмайтын шабан киікті жейді. Содан кейін ақсақ киікті жейді. Содан кейін барып кәртейген киікті жейді, ауру киікті жейді. Мықты киіктер ешқашан жеткізбейді. Солдың арқасында бүкіл киіктің көбеюі, киіктердің денсаулығы деп айтайық, киіктердің мықты болуына қасқырға олар қарыздар. Көбеюде ауру сұрған, сол сияқты мына оппозициялық басылымдар бізде киік сияқты болатын. Біздің қоғам таза болуына, біздің қоғамның жаңағы жедел жүрдек денсаулығын жақсы болу үшін ең бірінші керек оппозициялық журналистер, оппозициядағы ақпарат құралдары. Біздің қоғам айтты. Даттың барып да әлгі ғимаратын шағып кетті. Общественный позицияң зданиясы бар, иттің басын іліп кетті, сендердің басында осылай кезіледі. Сөйтіп, міне осы кезде солардың мына адам істеген деп, ана істеген, мыналар ұйымдастырғандар қатты жазалану керек еді. Сол кезде мемлекет ақпараттық құралдардың ішінде оппозицияны қорғау керек еді. Оппозиция басылымдарына тиіскеннің бәрін жанын жарып, көпшіліктің алдында сотқа келу керек еді, тергеу керек еді. Оның бәрі үнсіз қалды. Сондан барып журналистерге тиісу басады. Анау оппозицияның жаңағы ғимаратын шағып кеткенде ештеңе болған жоқ қой. Болған жоқ. Енді ештеңе біздің облыстағы бір журналист сабап кете алмаймыз. Міне, біз басынан шірідік. Сөйтіп мемлекеттің басшылығының өзі сол кездегі оппозициялық құралдарға тиісіп жатқанда, бәлкім тиіс деп айтпады, бұл жағын мен білмеймін, бірақ көз жұма қаралғаны рас. Ана байқұс журналист шырылдап жатады, Әміржан Қосановтың есігінің сыртына бетон құйып кетеді. Кім құйғаны ешкім зерттеусіз, анықтаусыз қалды. Міне, мемлекет сол кезден бастап құрдымға кетті. Біз анау киіктерді қорғаймыз деді, қасқырды құрттық, атасын басы бүкіл киіктер өздеріне өзі өліп қалды. Өйткені себебі санитар жоқ. Тура осында демек, жаңа неде кез келген оппозиция ма не болады, кез келген журналист қорғалу керек. Бұл заңда солай көзделіп. Журналистке оппозициялық не мемлекет деген
ат тағылмайды. Ондай ат жоқ, оның аты біреу ғана, журналист ғана. Журналист қорғалу керек, журналистке тиіскен адам. Мысалы, өткенде Гена нетті ғой, әлгі Қарағандыда жедел жәрдемнің жүргізушісін ұрған кезде барып, ойбай, бізде қара кім қорғалады? КМБ-ға тиіссең оңбай сотталасың. Милицияға тиіссең оңбай сотталасың. Рас па? Әскерге тиіссең оңбай сотталасың. Журналистке тиіссең ешқандай жазасы кете бересің. Міне мемлекетті әскер сыртқы жаудан ғана қорғайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шпиондардан, сырттан келетін шпиондардан қорғайды. Ал журналист бүкіл біздің идеологиялық қорғаушымыз журналистер ғана. Демек, аналардан гөрі алдымен журналист қорғау керек болатын. Бізде 30 жыл бойы құқықтық мемлекеттің қалыптасуы. Кәрі сен кез келген ақпарат құралының жаңағы басшысының айлығын қарада, кішкентай лейтенанттың айлығын қара, ананың айлығы анадан 2 есе жоғары болмаса, мен саған бүкіл 1 айлық пенсиям, зейнетақымды берейін. Демек, соларға жасалған жағдай мемлекетті осындай тұйыққа, тығырыққа әкеп тіреді. Оның орнына журналистерге жағдай жасалу керек еді. Рас, журналистер үйсіз күйсіз дейді, ал сен қара, жаңағы әскери қызметшілерге пәтері жоқ болса, пәтер жалдайтын ақшасын береді. Ол дұрыс шығар, әскери қызмет. Ішкі істерде, ұлттық қауіпсіздікте сондай мүмкіндіктер бар. Бір журналистке әлгі 10 күн тапсырса, оны 10 күн етіп, кейін оның әлгі анандай болды, мынандай болды деп оны етіп, міне осындай журналистер не әлеумет жағынан қорғалмаған, не құқықтық жағынан қорғалмаған. Ал журналистер қорғалмаған себебі біздің идеологиямыздың ең үлкен қорғаны болатын журналист екенін біз ұмытып кеттік. Негізі мына заңдарда журналистердің қорғау қажеттігі, оларға қысым көрсетілмеу тиістігі жазылған баптар бар негізінде. Қорғау олай заң жүзінде. Бірақ сол заңдар жұмыс істемейді. Әңгіме неде ғой, бұл журналистердің мына сынына қоғамның екінші жағына назар аудармауынан болды. Сен бағана әңгімеміздің басында айтып кеткен, совет заманында кез келген сынға нететін, қазір шылым шаққан құрлы көрмейді. Сонан кейін журналистердің жаңағы шенеуніктер сынаудан көріп, жаңағы бәлен екінші аялапты, түген әнші мынандай сахнада бидепті деген сияқты қауып кеткен себебі сол журналистердің сынынан ешқандай пайда жоқ. Ал ана әншіні жазсаң, жаңағы жұлдыз жасаң, сен ең болмаса оқиды. Ал сен біреуді сынасаң, ешқандай назар аудармайды. Демек, біз қайтадан заңда, сол журналистердің жаңағы осы жаңа масс-медиа туралы заңда, менің ойымша белгілі бір не болу керек. Әзіргі біздің заңдарымызда мына құқық жағынан жаңағы журналисттің құқық бұзса, біреу туралы өлтіріп алса сотталу, ондайдың бәрі рас, ол анжақ көп арыз береді, ал журналисттің сынаған адамына ешқашан өмір ештеңе болмайды. Демек, екінші жағы да бізде болу керек. Таразы, кез келген таразы әділ болу үшін тең тұру керек. Бір жағы бас тұрса, демек, журналистерді мен келсем, өтірік жасса, немесе жаңағы мемлекеттік құрылымдарға қарсы шықса, билікті күшпен өзгертеміз десе, соғысқа қан төгіске шақырса, журналист оңбай жазалану керек, оның ақпарат құралын жазалау керек. Ол таразының бір бас. Бірақ екінші жағынан журналисттің сынына жауап бермей қойған, журналистке нетпеген жаңағы органдары, оларға да кішкентай жаңағы жауапкершілік арту керек. Жаңа заңда солай болатын шығар деп сен сияқты мен де үміттенемін. Жақсы, жаңа әңгімеміздің басында айтып кеттік қой. Енді қазір есіме түсіп отыр. Мына ол үрдіс негізінде мынау сіз бен біз, мен өз шәкіртіңіз болдым. 2000 жылдары хабардың жаңағы өзіңіз атаған алтын дәуір деген кезең бар. Сол жылдары осындай бір үрдіс болды, өзіңіз білесіз. Дүйсенбі сайын жаңағы 15 минуттық жиналыс болады да, сол жерде Асылбек Хасан ағамыз бар. Жаңағы қойылған қағазын шығарып, жаңағы бір аптада осы хабардың жаңалықтардың эфирінен кеткен журналистер біз жіберген жаңағы қате кемшіліктерді айтып береді. Мен шолушы болғысын тағайындап қойғам. Кәдімгі ең қатал жаза болды, бізге ауыр қамшы болып теді, бірақ есесіне түзелдіңдер. Қазір енді ондай қателік жібермейміз. Сол дәстүрлерді қазір енгізуге болады, жалпы ол бұлай, оларда біз хабар деңгіз, бұларда мемлекет хабардың кезінде көп нәрсе болды. Мемлекет тетік керек, мен оны айтайын. Мысалы, сен алдың күні мен мәшінемен апарың, сен бүкіл бағдаршамға бағындың, қызыл барудан өтіп кеткен жоқсың, солға қарай бұрылуға болады дегенде солға қарай бұрылдың, Қонаев көшесінен былай айналып жүруге болады деп бағдаршам жанғанда айланып жүрдің, тоқтауға болмайтын аялдамада тоқтаған жоқсың, түгел істедің. Міне сен бүкіл
автокөлік жүргізгенде бүкіл жаңағы жол жүру ережесіне толық бағындың. Міне тілде де осындай болу керек. Амандық. Есесіне ешқандай айып төлемейсің. Тілде де осындай болу. Біздің мына тіл туралы заңға енді тағы да бұл арада мына Ақ Жол партиясы өте орынды мәселе көтеріп жүр. Кеше ғана мына Қазақ үні газетінде Ақ Жолдың депутаты тіл жанашыры Қазбек Иса әріптесіміздің заң түзелмейді, тіл түзелмейді деген мақала шықты. Міне өте орынды. Өйткені себебі алдымен бізде мынау былай болу керек. Тілдің мына жарнамада, ақпарат құралдарында, ол көшедегі де біздің шаруамыз жоқ. Жарнамада, ақпарат құралдарында, кітапта, демек халық оқитын, халық тыңдайтын жаңағы ақпарат құралдарының ішінде телевизия, радиода кіреді, оқитын жерлердегі ең алдымен жарнама, содан кейін мына тауардың жаңағы жапсырмасы, тауардың жапсырмасында қате кеткен жерге айып салыну керек. Оп-оңай қазақ тілін бірақ айда түзейміз. Үлкен жаңағы сараптама орталығы болады. Мысалы, өйткені себебі сен ана жол ережесін бұзсаң, саған ан жақтан айыппұл келеді. Айыппұл келу үшін жаңағы отырған үлкен компьютерде отырған жаңағы ол телефоныңа келу үшін алдымен жаңағы бүкіл бақылау камерасы бар. Бақылау камераларынан ақпарат келеді, жаңағы патрульдік полицияның орталығы әлгі жері бар ғой, солардағы түседі, бәрін қарайды, мынаған айыппұл. Міне осы сияқты бізде үлкен орталық болу керек. Ол орталық болады, онда жүздеген адам отырады, одан аянбау керек. Өйткені себебі тіл. Сонан кейін барып, жаңағы жан жақтан кез келген адам мынау этикетке орайды, әй мынау дұрыс емес дейді, ан жаққа жібереді. Телевизордағы, газеттегі сөзді қиып алады, мынау дұрыс емес жүреді. Аналар қарайды, иә, бәленбай адам, ол жалғыз Қайнар Олжа емес, ол жалғыз Назгүл Қожабек емес, ол жаңағы біздің тағы да Шерубай Құрманбайұлы емес, бірақ Назгүл Қожабектерден, Шерубай Құрманбайұлынан, Қайнар Олжалардан құрылған үлкен команда. Бастығын жаңағы тіл білім институтында Анар Фазылжан деп қояйық. Мысалы, сол орталық қарайды, иә, бұл жерде қазақ тілінің ережесі бұзылған деп шешім қабылдайды. Анаған жаңағы телефонына, сен айтқандай телефонына 5000 теңге айып түсе қалады, шығып етіп. Болды. Оп-оңай. Бір айдың ішінде айналайын соны заңға енгізсең, бір айдың ішінде қазақ түзеледі. Кім қалтасынан түзеледі? Міне көшеде сөйлей берсең шын. Бірақ сенде ана ақпарат құралы, сенің жарнамаң, сенің жаңағы тауарға жапсырған этикаға түзелте шығады. Болды. Ештеңе керек жоқ. Содан қорқады. Өйткені қорқатын себебі бізде мынау кәсіпкерлік өте жақсы. Өйткені себебі кәсіпкерлерден бюджетке ақша түседі. Біз кәсіпкерлерді өліп өшіп қорғаймыз, ол жақсы. Бірақ кәсіпкерлердің өліп өшіп қорғанмен қатар тілді бұзуына жол беруіне болмайды. Бірақ әңгіме, сен кәсібіңді табысын таба бер, бірақ қазақ тілін оны Google-ден аударғанша бар ғой, жаңағы анарға өздеріне жіберсін. Мен мысалы, егер ақылды кәсіпкер болсам, мен тауар шығаратын кезде жаңағы тіл білімінің жанында жаңағы орталыққа барамын да, мынандай тауар шығарамын, мынаның жарнамасы қалай жазылады деймін. Көп болса соған мен 10.000 теңге, 20.000 теңге төлеймін. Сөйтем де тап-таза аударманы әкеп жаңағы жапсырмамы әкеп қойып қоямын. Жарнамада да сөйтем. Сонда мен айып төлемеймін. Ал олай істемейсің, сен жаңағы 50.000 теңге жаңағы тілді бұзған үшін айып төле. Оп-оңай. Әрине, сонда кез келген кәсіпкер ана жақтан аудартып, қазір Google-дан аударады, түсінбейсің. Ол оның бұлықтар көп, оған бәріне эфирің уақыт жетпейді. Осылайша демек тіл, қазақ тілінің жаңағы содан шыққан ғой. Жаңағы тауар жапсырмасында, бұқаралық ақпарат құралдарында, сайттарда, онан кейін барып жарнамада жаңағы қазақ тілінің дұрыс қолданылмаған нәрселеріне белгілі бір мөлшер айып салынады. Онан кейін үкімет, бұл заң, онан кейін үкімет не шығарады? Мынандай нетсең, мынанша 1000 теңге төлейсің, жаңағы түрден қателессең 1000 теңге төлейсің, жаңағы әріпінен қателессең 2000 теңге төлейсің, сөздерде қателессең 5000, сөйтіп, оның ар жағында үкімет тізбе жасап береді. Бірінші заң болады, екінші заңның қосымша тізбе болады. Екі нәрсе керек болды. Жақсы аға, бүгінгі сұхбатымыздың соңғы сауалын қояйын. Жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, жаңасын. Хабардың алтын дәуір деп неге атадыңыз? Менің сөзімнен шықты. Алтын дәуір деген не? Менің сөзім, өйткені себебі мынау кез келген алтын дәуір ең алдымен дәуірді мықты адамдар жасайды. Бізде хабардың алтын дәуіріне мен үлес қосып жаңағы басшылықтың біреуіне болған мақтанамын, бірақ қарасаңыздар, Ләззат Танысбай бір үлкен арнаны басқарып отыр. Бибігүл Жексенбай үлкен арнаны басқарған, қазір сенатқа қызметке кетті.
мына сенің өзің Арман Ысқабылұлы Ақ жол партиясында Демократиялық партиясы басқарма төрағасының орынбасары, міне осындай мықты журналистердің Әлімжан Сабыржанұлы, Жайна Сыламбек, санай берсек көп, осы Тілеуқабыл Мыңжасарұлы, қазір зейнеткер, міне осындай адамдар хабардың алтын дәуірін жасады. Алтын дәуір болған себебі ең алдымен жаңағы өзі сапалы жаңа деңгейдегі ең алғаш өмір бойы қазақ тіліндегі ақпарат құралдары әлемдік тұрмақ орыстың ақпарат құралдарымен бәсекелеспеген. Рас, орыс тілді ақпарат құралы қазақ тілінен төмен, қазақ тілі ақпарат орыс тілінен төмен болған, ал оның ар жағында әлемдік болған. Алғаш рет біз жаңағы орысша ақпарат құралының деңгейінен де асып әлемдік деңгейге бірінші рет жеттік. Кейін қайта төмендеп кеткен шығар, әрине ішіне орында тұрмайды, бірақ бірінші рет сондай биік деңгейге көтерілгендіктен, оны сол журналистер көтергендіктен бұл алтын дәуір аталды. Алтын дәуір өкінішке орай бір 4-5 жыл дәуірлеген шығар, одан кейін ол алтын дәуір, одан кейін жаңағы біртіндеп бәсеңдеп кетті, оның әртүрлі. Бұлар да ешқандай журналистердің де несі емес, бұлар да саяси әңгімелер. Хабардың ең алғашқы құралған командасы мәнде мықты команда болды. Кейін әр жаққа кеткеннен кейін бұл мектеп жалғаспай қалды. Ең соң қалған өкілі Хабарда Амангелді Сейітхан бауырымыз еді. Ол да 2 жыл бұрын өмірден өтіп кетті. Мына Ақ жол Демократиялық партиясына рахмет. Амангелді ұмытпай, жыл сайын бильярдтан турнир өткізіп жүр. Бұларға үлкен азаматтық, бұлары кісілік. Сол алтын дәуірінің соңғы өкілі Амангелді өмірден өтіп кетті. Хабардың алтын дәуірі тарих болып қалды. Онда неліктен? Мысалы, Жайна Сыламбектің сюжетінде үкімет басшының орынбасары Жабағин Асхат деген жылды Жабағин Асхатты бытшытып сынады. Оп-оңай эфирде. Тәуелсіз Қазақстанда бірінші оқиға болды ғой сондай. Ал сен қазір қара вице-премьерді қай канал сынап атқаннан қара, ютубта біреу отырып, сен айтқан бір блогер сынауы мүмкін, бірақ әлгі мемлекетке бөлді ақша ақпарат құралы сынай алмайды. Міне осындай сынға еркіндік болды. Сол тілге байланысты болды ғой. Иә, сол тіпті біз есіңде болса, тәжин жаңағы үлкен қызметке барғанда жаңа нені оқи алмай қалған, ант бергенде қазақша оқи алмай қалған. Біз эфирде 7 күнде тәжин сынап жүргенбіз. Демек, міне ол әңгіме сынауды емес, әңгіме орынмен сынауда. Сынау мақсат емес, бірақ орынмен сынау ол журналистің мақсаты, қоғам түзеу. Міне осындай сындарға еркін мүмкіндік берілгендіктен, онан кейін тақырыптың ауқымы өте кең болғандықтан, қазақтар деп бүкіл шетелде қазақтар түгендеп берді ғой. Аймақтар деп әлгі Үстірттен бөлек сюжет жасадық, Торғайдан бөлек сюжет жасадық. Судамында Қазақстанның ең үлкен ғажап аймақтары бар. Бұл дамыған қалаларды бәрі біледі. Бірақ ана Торғай бөлек жатқан әлем, Үстірт бөлек жатқан әлем, Сарысу бөлек жатқан әлем, Зайсан бөлек жатқан әлем. Біз ана шеттегі барлық қазақтарды кезек-кезегімен сюжет жатқан сияқты. Лондонның қазақтарын жасады, менің есімде. Австрияның қазақтарын біреуіне Жайна, біреуіне Бейбігүл, біреуіне тағы Дана Нұржігіт дегенде барып түгел жасады. Сол сияқты іштегі үлкен қазақ аймақтарды бәрін түгендедік. Тіл деген бағдарлама болды, барлық бағдарлама болды. Сатиралық 77 күн болды, қазір 77 күн ел бұлай жымиып еске алады, бірақ ондай әлгі Сенаттың төрағасы Өмірбек Байгелді ағамызды емірген сынайтын еді ғой. Ішкі істер министрі жаңағы Қайырбек Сүлейменов сынайтын еді ғой. Қазір кім ішкі істер министрін сынайды? Сынап көрші. Демек, бізде сынау емес, пародия жасайтын біз. Байгелдіге пародия, мәжіліс төрағасы марқұм өте адал демократ адам Марат Оспановқа пародия жасайды. Марат Оспановтың мықтылығы өзі кеп сол 77-ге кейіпкер болды ғой, алаңға тамақ тұрып палау пісіріп еді, есіңде ме? Демек, алтын дәуір болатын екінші себебі демократия болды, тіл таза болды, журналистер еркіндік болды. Онан кейін журналистердің өздері сайдың тасына іріктеліп келді. Осындай 4-5 іргетастың негізінде алтын дәуір сарай болып шыға келді. Қазақ журналистикасын, қазақ телевизиясын мойындау ғой негізінде. Мәжіліс төрағасының өзі келіп. Жақсы, рахмет. Бүгін біраз әңгіме айтылған сияқты. Осы қазақ журналистикасында алдымызды жөн сілтеп, жол сілтеп жүре беріңіз. Мынандай сұхбаттарың өте пайдалы. Әлеумет желінің мүмкіндігін бұрыннан кеңірек пайдаланып жүрсің. Ал енді жаңағы Қазақ үні платформасындағы сенің мына сұхбатыңа табыс тілейміз. Осындай
мен деп мен сияқты демей ақ қояйын, жалпы өзің еркін сұрақ беріп еркін сөйлейтін адамдарды, кейіпкерлер жинай бер, қаралымың көрерменің көп болсын. Әумин. Зейіннің аты әрдайым зейін ғой, мына баяғыда Лениншіс газетінде мақала береміз ғой, сонда Сейдахметтің аты 2 рет Тальдың аты Таль дейді, оны Михаил Таль деген мықты шахматшы болған ғой, Тальдың аты Таль деген болды. Сол сияқты кейін Пеленің аты Пеле деп соны үйреніп, сол сияқты Зейіннің аты Зейін, оқырман көп болады ғой деймін. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Қадірлі әлеумет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.